Қайырлы күн ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгінгі сабағымның тақырыбы балаларға арналған судоку ойыны. Бұл ойынды ересектер де ойнайды. Мен сіздерге балаларға арналған түрін көрсетемін. Ойынның шарты бойынша 4-4 барлығы 16 торкөз сызамыз. Баланың жас ерекшелігіне сай торкөздерді азайтып немесе көбейтіп сызуға болады. Мұнда торкөздер 4 қатардан және 4 бағаннан сызылғандықтан 1-ден 4-ке дейінгі сандарды қолданамыз. Сандар қатар бойынша және баған бойынша қайталанбау керек. Балаға ата-ана немесе ұстаз тапсырма бергенде ойын шартын түсіндіреді. Кестені сызып, қатар немесе баған бойынша 1-ден 4-ке дейін сандарды торкөзге жазады. Мұнда тапсырма беруші сандарды қаламмен жазады. Тапсырманы орындайтын бала қарындашпен жазады. Егер бала қателессе, жазуын өшіргішпен өшіріп, қайта жазуға болады. Ал енді бұл тапсырманы балаға берсек, бала бұл тапсырманы былай орындайды. Мына кестеге қарайық. Мұнда 1-ден 4-ке дейінгі көк түспен берілген сандар ата-ананың немесе ұстаздың берген тапсырмасы. Қызыл түспен жазылған сандар оқушының жазған сандары. Ойынның шарты бойынша 1-ден 4-ке дейінгі сандар көлденең және тігінен қайталанбау керек. Бұл ойынды уақытпен де ойнауға болады, бірақ уақытты қолдану міндетті емес. Осы каналға жазылу үшін подписаться деген сөзді басуды ұмытпайық. Мына тапсырмаға қарайық. Бұл жоғары сыныпта оқитын оқушыларға арналған тапсырма. Бастауыш сыныпта оқитын оқушылар үшін бұл тапсырма күрделі. Сондықтан да балаларға айтарым, 9 торкөз немесе 16 торкөз кесте сызып, осы секілді тапсырмаларды орындап көріңдер. Бұл ойынды кесте сызып, сандарды қағаздан қиып алып ойнауға да болады. Мұнда сандар 2 түспен жазылуы керек. Мысалы, көк түспен жазылған сандарды тапсырма беруші, қызыл түспен берілген сандарды тапсырманы орындаушы қолданады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабағымда кездескенше сау болыңыздар.